Сәлем баршаңызға. Бүгін біз итальяндық пицца дайындайтын боламыз. Өте нәзік, әдемі болып шығады. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен Фариза. Пиццамыздың қамырына керекті заттар: 200 грамм ұн, 125 мл су, 1 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожж керек. Қамырымызды илеу үшін бірінші апар дайындаймыз. Жылы суымызға жаңағы дайындаған заттарымызды араластырып 10 минутқа қоямыз. Біздің тестіміз жақсы шығу үшін ұнның барлығын електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне дайындалған апарамызды құямыз. Енді жақсылап қамыр дайындаймыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да қайтадан илейміз. Ұн сеуіп, 1-2 рет қайтап бастырамыз. Қамырымызды екіге бөліп, шағын пицца дайындаймыз. Астына және үстіне ұн сеуіп 30 минутқа қалдырамыз. Пиццамыздың енді салмасын дайындаймыз. Маргарита пиццасын дайындайтын болғасын мен тек қызанақ қана алдым. Тауық етін, шұжық пайдалансаңыздар да болады. Сырды үккіштен өткізіп алдым. 1 қасық томат, 1 ас қасық майонез алдым. Қызанағымызды жіңішке етіп турап аламыз. Ұнымызды енді жайып аламыз. Пергаментный қағазымыздың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Мама қасына ұн. Енді қамырымызды жайып болдық. Енді 1 қасық томат пен 1 қасық майонезімізді араластырып алдық. Щеткамен осының үстіне жауып шығамыз, қамырымыздың үстіне. Енді үстіне туралған қызанағымызды саламыз. Мына су толып кетті. Мама, қойын. Сүт буды. Барлық қызанағымызды салдық. Енді үстіне түркіден үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Ең алдымен пешімізді қыздырып аламыз. 200 градуста 15-20 минут пешімізге пісіреміз. Мінекей біздің пиццамыз пісті. Өте нәзік, әдемі болып шыққан. Дәмі де өте күшті. Мен осылай жасаймын. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.